Баршаңызға сәлем. Сіздермен Айнұр. Мен сіздерге бүгін ең оңай әрі ең дамды жасалынатын булочканың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ол үшін қажет су. Бұл менде ыдыста жылы су, сіздер қатты ыстық алмаңыздар. Және салқын болмау керек. Тек қана жылы болу қажет. Қант, жұмыртқа, тұз, ашытқы және бізге ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысқа қасықтың көмегімен ыдысқа ең бірінші тұз саламыз. Сосын барып қант саламыз. Мен қантты шамалы көп мөлшерде алдым. Себебі бізде булочки өте тәтті болу қажет. Егер қаласаңыздар, қантты кішкене азырақ алсаңыздар болады, қалауыңызша. Одан кейін ашытып қосамыз. Жақсылап қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Міне араластырып болдық. Енді біз бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Шамамен жарты сағатқа бетін жауып жылы жерге қойып қоясыздар. Сонда біздің ашытқымыз кішкене шамалы көтеріледі. Сол кезде барып біз ұнымызды салатын боламыз. Жарты сағат өтті. Біздің ашып қарайық. Біздің ашытқымыз шамалы көтерілді. Енді біз қасықтың көмегімен бірінші сұйық май құямыз, одан кейін барып жұмыртқа құятын боламыз. Жұмыртқа қосу міндетті емес, тек өз қалауыңызша қосуға болады. Жақсылап араластырдық. Енді біз ұнды қосатын боламыз. Біздің барлық қоспаларымыздың мөлшерлері видеоның соңында жазылып тұр, описанияда көрсетіліп тұр. Міне бізде осындай қамыр шығу қажет. Мен елеп қойдым. Енді оның үстіне күнбағыс майын қосып, бүтіндей тағы да қамыр илейміз. Тағы да бір басып шығамыз.
міне болдық. Енді қамырдың бетін жауып, ыдыстың бетін пищевой пленкамен жауып 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоясыздар. Бұл қамыр бетімен 1-2 көлемде көтерілу қажет. 2-3 көлемде шамалы көтерілу қажет. Сондықтан бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қойып қойыңыздар. Қараңыздар, менде осылай көтерілді 1 сағаттың ішінде. Қандай жұмсақ, әрі нәзік болды, иә? Қараңыздаршы. Керемет, иә? Біз енді қолымызға күнбағыс майын жағамызда қамырды булочкаға бөліп кесетін боламыз. Тек оны сеппеңіздер, оны болмайды, тек күнбағыс майын кесетін боламыз. Міне мен осылай істедім. Біз енді жеке-жеке бөлікке бөліп булочка істейтін боламыз. Пышақпен осылай бөлесіздер. Біз енді тестамызды бетін салафанмен кәдімгі қарапайым салафанмен осылай жауып қоямыз. Шамамен 20 минутқа қойып қоямыз. Кішкене көтерілу қажет бізде. 20 минут өтті. Енді біз салафанды алып тастаймыз. Енді булочкаға түйетін боламыз. Міне осылай аламыз. Күнбағыс майын жағамыз және оқтаумен жаятын боламыз. Шамамен қалыңдығы 1-2 мм болу қажет. Өте қалың болмасын және өте жұқа болмасын. Енді екі жағын бүктейміз және булочкаға тәріздес ораймыз. Осындай булочка бізде шығу қажет. Келесін істейміз. Күнбағысымен жағамыз.
міне мен пеште 20 минуттай пісірдім. Сіздерге қазір ортасын көрсетейін. Қараңыздар, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Өте жұмсақ, көрдіңіздер ме? Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бұл өте дәмді болып шығады. Және де видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.